Не раз Дом литераторов уже принимает казахскую диаспору. Мы здесь видели Сергея Михалкова, мы не раз видели выступления Натальи Полтавской. Вот. И всегда это происходит на ура. И я, например, очень рад, что казахская диаспора вновь показала свою силу. Поэтому творческих успехов всем, кто с земли Казахстана. Көп рахмет, осындай кешке шақырып неткен. Вечер прошел на ура. Мы увидели молодые таланты Казахстана. Очень рады, что у нас в Казахстане растет достойная смена, которая показала весь колорит, весь полет творчества тех поэтов, писателей, которые были представлены на сегодняшнем вечере. И, конечно, не забыли нашего главного поэта Абая Кунанбаева. Большое спасибо посольству. Мы представляем здесь диаспору. Спасибо. Бүгінгі кеш керек пе осындай кештер? Басын тарту қалай ойлайсыз? Бүгінгі кеш өте тамаша өтті. Мұндай кештер лирикалық қазақтың қазыналы бай тілінің кеші болды бүгін. Қанша ақындардың жасөспірімдер өзімізді тамашалап, қандай ақындарымыздың, ұлы ақындарымыздың өлеңдерін естідік. Бұрын да оқып жүрдік, енді мынандай осындай мәскеулік сахнадан тыңдау өте аса құрметті, қасиетті. Қазақтың қазыналы, терең ойлы тілі жүрекке жылу береді, тамырға қан жүгіртеді. Бұндай кештер көбірек болып отырса деген мақсаттамыз біз осында. Бұл тек мұндағы тұрақты қазақстандықтар ғана үшін емес, студенттер ғана үшін емес. Бұндай кештерге Ресей халықтар келіп жүрсе, сонда қазақтардың ақындарын, қазақтың мәдениетін, дәстүрін оларды көріп жүрсе, сонда өте тамаша болатын еді деп ойлаймын. Одан біздің Қазақстан елшілігіне көп рахмет, осындай кешті ұйымдастырғанына. Біз өте бір жақсы, тамаша кеш өткіздік деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Рахмет.